Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан жұп-жұмсақ сәукеле себет дайындайтын боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Мерекелік дастарханның сәнін келтіретін сәукеле нан өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описание бөлімінде. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Жылы суымызға құрғақ ашытқыны салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Ендігі кезекте жылы сүтімізді таза ыдысымызға құйып, қант, сұйық май, тұзымызды салып, және жұмыртқа салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз дайын болды. Ашытқыны да құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қаттылау қылып, жұмсақ қып илемейміз. Жұмсақ болса, формасын ұстамайтын болады. Сондықтан қаттылау қылып илеп аламыз. Илеп алғаннан соң, ең соңында сұйық майымызды құйып, бір-екі рет илеп жібереміз. Сонда қамырымыз жұмсақ әрі бір тегіс әдемі болып шығады. Қамырды тып-тынық қылып илеп алғаннан соң, пищевой пленкамен орап 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қаттылау қылып илеген соң, онша көтерілген жоқ. Көтерілуі шарт емес. Енді екі бөлікке бөліп, таразымызға өлшеп аламыз. Қамырдың кішкене бөлігін 120 грамм қылып өлшеп аламыз. Үлкен бөлігі 243 грамм болды. Барлығын өлшеп алғаннан соң, сәукеле нанымыздың формасын жасайтын боламыз. Бұл рецептен 2 сәукеле 5 күлшесімен шықты. Айт мерекесіне орай жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Кішкентай бөлігін алып, лағман тәріздес қылып, 1-2 созып, қамырымызды тынықтырып қойып қоямыз. Үлкен бөлігін алып, сопақша етіп жайып аламыз. Көп ұн сеппейміз, азғана ұн сепсек болғаны. Бейнеде көргендеріңіздей сопақша етіп жайып аламыз. Ролик формасын алып, қатты қолымызбен жүргізіп шығамыз. Қамырымыз біркелкі болып кесілу керек. Бұл қатпарлы қамырлардың тестасын кесуге арналғандықтан, онша ар жерлері кесілмей қалып кетеді. Оны пышақпен кесіп аламыз. Қамырымыздың арасын осылай ашып шығамыз қолымызбен. Екі шетін бір тегіс қылып кесіп шығамыз. Қалған қамырлардан кішкене күлше жасай саламыз.
Осы бөліктен 2 сәукеле нан шықты. Мен бәрін бірден жая салдым, бөлек-бөлек жайған жоқпын. Іші картон, сырты фольгамен оралған. Ендігі кезекте осы картонға жабыстырып аламыз қамырымызды. Артық қамырды кесіп аламыз. Ол екінші сәукеле нанымызға қажет болады. Енді қамырымызды бір-біріне жабыстырып, біріктіріп шығамыз. Бірінші этапта дайындап қойған қамырымыздың кішкене бөлігін алып, лағман созған сияқты созып аламыз. Созып алғаннан соң бір-біріне біріктіріп, орап шығамыз. Қамырымызды форма жасап алдық, сәукеле нанымызға жабыстыратын боламыз. Ең алдымен сұйық маймен майлап аламыз. Содан соң жақсылап жабыстырып шығамыз. Бейнеде көргендеріңізде артық қамырды кесіп алып, бір-біріне біріктіріп, жақсылап жабыстырып шығамыз. Осымен сәукеле нанымыз дайын болды. Бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Содан соң кунжут, мак дәміне қарай сеуеміз. Өте әдемі сәукеле нан шығады. Қалған қамырымызды екінші сәукеле нанымызды жасайтын боламыз. Осылай бейнедегідей жабыстырып шығамыз, бір-біріне артық жерлерін кесіп аламыз. Кішкене бөлігін бірінші этаптағыдай лағман созған сияқты созып, бір-біріне біріктіріп орап форма жасайтын боламыз. Сәукеле нанымыздың бас жағына жабыстырып шығамыз.
Сәукеле нанымыздың бәрін жасап алдық. 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Қарап тұрамыз, беті қызарған, бетіне фольганы төсеп қоямыз. Сонда беті піспейді, жандары әдемі болып, барлық жері біркелкі болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендігі кезекте артық қамырымыздан күлше жасайтын боламыз. 5 бөлікке бөліп аламыз. Думалақ қылып, біркелкі қылып, қолымыздың көмегімен думалақтап шығамыз осылай. Қалған қамырдан осындай 5 кішкене күлше шықты. Менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге күшті рецептермен бөлісемін. Барлық қамырды біркелкі қылып думалақтап шықтық. Енді кезекте қамырымыздан әдемі форма жасайтын боламыз. Қолымызды сұйық маймен майлап аламыз. Сонда қамырымыз тез созылатын болады. Бейнедегіде осындай әдемі форма жасап шығамыз. Бір-біріне біріктіріп, біреуін роликпен үстінен басып шығамыз. Сонда әдемі күлше нан болады. Қалған 3 күлшені де осылай роликпен әдемілеп үстінен басып шығамыз. Осымен біздің күлшелеріміз дайын болды. Ендігі кезекте пісіру науасына салып, фольгамызды төсеп, күлшелерімізді рет-ретімен орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, дәміне қарай күнжут мак сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Рецепт сіздерге ұнаса, қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Мерекенің сәнін келтіретін күлше нанды жасап көріңіздер. Егер де жасап жатсаңыздар, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Барлығын 200 градуста 15 минут пісіріп аласыздар. Қарап тұруды ұмытпайық. Менің бейнемді назар салып қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Сіздер де барлығын ойдағыдай жасасаңыздар, сәтті болып шығады. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сіздермен болған Жансая, ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.